Баршаңызға сәлем. Бүгін таңғы асқа оңай жасалынатын панкейктің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Қосатын ингредиенттеріміз бөлме температурасында болуы керек, және де үстіне қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Үстіне жылы сүтімізді құямыз, және де тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп аламыз, және де үстіне бір қасық қамыр қопсытқышымызды қосамыз, жақсылап араластырамыз, және де ванильный сахарды қосымша қоссаңыздар да болады, ол міндетті емес. Және де енді ұнымызды екіге бөле отырып, салып, жақсылап араластыратын боламыз. Түйіршіктенбеуі керек. Ерітілген сары майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің панкейкіміздің консистенциясы осындай болады, сұйық емес, қою емес, және де орташа отта табамызды қыздырып аламыз. 1 қасық немесе 2 қасық құйсаңыздар болады қызып тұрған табада. Және осындай нүктелер шыққан кезде келесі бетті аударамыз. Екінші жағы тез пісетін болады бізде. Мен көлемін үлкен қылған жоқпын, орташа қылып жасадым. 17-18 дана шықты, және де үстіне мед қосып, шоколад қосып, таңғы асқа ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Сіздермен болған Оразкүл.